Сәлем баршаңызға. Бүгін тағы да бір керемет мақаламын ортақтасамын. Бұл мақала адамдардың құнын көтеруге көмектеседі. Мақаланың тақырыбы кіммен араласу өте маңызды деп аталады. Бірлікте тыңдайық. Құм жарақсыз зат, цемент жарақсыз зат. Бірақ екеуі араласса бетон болады. Осылай сапалы затқа айналады. Күріш сапалы зат, бензин де сапалы зат. Бірақ екеуі араласса жарақсыз затқа айналады. Демек, сапалы зат немесе жарақсыз зат болу маңызды емес, кіммен араласу өте маңызды. Қазіргі қоғамда орынсыз достасуға болмайды. Әр күні сенімен табақтас болғандардың шын дос болуы екі талай. Әр күні бірге жүріп тұратындардың да өмірлік дос болуы нағайы бол. Өмірде мынадай 4 түрлі адаммен достасқан ең дұрыс. Бірінші, сені түсінетін адаммен дос бол. Сен жолың болмай қиналып қалған шақтарда ол сені жұбатады, саған көмектеседі. Екінші, оң энергиялы адамдармен дос бол. Пейілің босаңсыған кезде ол саған серік болады, сені жігерлендіреді. Үшінші, сен үшін жол нұсқайтын адаммен дос бол. Ондай адам өз ықтиярымен сен үшін төсеніш болады, сені ертіп, батпақтардан өтіп, тұмандарды сейілтеді. Төртінші, саған сын бере алатын адамдармен дос бол. Ол әр уақыт саған ескерту береді, сені бақылайды. Әр кез сенің кемшілігіңді байқауыңа көмектеседі. Ақылмен ойлап қарасаңыз, байлық адамға бір өмір дос болмайды. Қайта дос адамға бір өмір байлық болады. Демек, кіммен дос болуың сенің өміріңнің кімдермен ұқсас болатындығын белгілейді. Бұған мына бір миллионердің айтқан әңгімесі дәлел болады. Ол жоғары мектепті бітіргеннен кейін әкесі оған атасынан қалған бір қол сағатты береді. Әкесі оған: сен мына сағатты астыдағы сағат дүкеніне апарып, қанша ақшаға жарайтындығын біліп кел дейді. Ол барып сұрап келгеннен кейін әкесіне: сағат дүкенінің қожайыны бұл сағат өте көне, тек 100 юан ақшаға жарайды деп айтты дейді. Әкесі оған былай дейді: сен бұл жолы кафе дүкеніне барып сұрап көр. Ол кафе дүкеніне барып келгеннен кейін әкесіне: кафе қожайыны бұл сағатты жақсы көрді, 600 юанға сатып алып, әшекей бұйым қылатындығын айтты дейді. Әкесі бұны естіп былай дейді: сен енді ежелгі бұйымдар дүкеніне барып сұрап көр. Ол ежелгі бұйымдар дүкеніне барып келгеннен кейін әкесіне: олар бұл сағатты 100 мың юанға сатып алуға мақұл болды, әрі бағасын тағы ақылдасуға болады деп айтты дейді. Әкесі оған және де былай дейді: сен енді бұл сағатты мұражайға барып сұрап көр. Ол барып келгеннен кейін қажаптанған бейнеде әкесіне: мұражайдың бастығы бұл сағатты 1,5 миллион юанға бағалайтындығын айтты дейді. Әкесі шын ақыласты бейнеде оған былай дейді: біз адамдар дәл осы қол сағатқа ұқсаймыз. Сен тек өзіңді дұрыс ортаға қоя алсаң, ілесетін адамды дұрыс талдай алсаң, сонда барып нағыз құныңды жасап шығасың. Ал егер сен өзіңді қате ортаға қойып алсаң, әрі теріс энергиялы адамдармен ілессең, сенің құның қанша жоғары болса да ештемеге татымайсың. Сондықтан талғам құлшынудан да маңызды дейді. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызда береке болсын. Күндеріңізге тек жақсылық болсын. Мақала ұнаған болса, жүрек беріңіз. Пікір жазу орнына ұнады деп жазып қойыңыз. Сапалы мазмұндар тағы бар.抖音